Сәлем достар, бүгінгі видеода жалпы initial IPO дегенімізне деген сұраққа жауап беруге тырысамыз. IPO initial public offer деген сөздің жалпы қысқартылған сөзі. Егер қандай бір жеке компания, егер соны қоғамдық компанияға ауысатын болса, қоғамға шерін сататын болса, қоғамдық компания болатын болса, ол қайтеді IPO жасап жатыр деген сөз. Негізінде IPO жасау арқылы жеке компания, қоғамдық компания болады деген сөз. Оны болғанда бір кішкентай мысал арқылы жақсылап түсіндіруге тырысайық. Мысалы, жаңағы компания болған кезде ол жерде қоғамдық компанияға сатудан арқылы өздері жұмыс істеп жатқан жұмысшыларына да сатуға болады. Негізінде ол жерде көп нәрсе бар. Мысалы алатын болсақ, мысалы мына жігітті Талғат деген жігітті деп алып көретін болсақ, бұл Талғат мысалы Американың Чикаго деген қаласында кішкентай машинасы бар. Жаңағындай тамақ сатады деген. Өзінің жаңағы кішкентай бургер, сэндвичтар бар, соны сататын кішкентай жүріп сататын машиналар болады. Food truck деп айтамыз ағылшынша. Сондай food truck бар деп ойлайық. Егер food truck бұда өзінде жалғыз food truck бар, бірақ та ол негізі өзінің бизнесін жалпы жақсы жүріп жатқан көріп тұр, және де басқа қалаларға ашсам деген өзінің ойы бар. Ары қарай енді жалғастыру керек. Енді соны жалғастыру үшін Талғат қайтеді деген кезде Талғат жаңағы бұған ақша керек, үлкею үшін ақша керек, жаңағы қайтадан басқа трактор сатып алу керек, басқа стейт қалаларға ашу үшін. Ар жағында бұл жаңағындай заттар алу керек, көптеген нәрселер алып, енді басқа да жұмысшылар алатын, жаңағы тамақ істейтін адамдар алу керек деген сөз. Сол алу үшін оған ақша керек. Ал ол ақша тұрғызу үшін ол қайтеді жаңағындай оған жаңағыдай қоғамдық компания болу керек. Қоғамдық компания болу үшін акция арқылы енді ақша жасаймыз деген сөз. Ақша тұрғызамыз, сол арқылы компания келіп тұр деген сөз. Ал бұл жерде болған кезде сен жаңағыдай акцияңды тура мысалы адамдарға былай сата алмайсың деген сөз. Жалпы бұл жерде IPO арқылы жаңағы сен қайтесің, жаңа компанияңды ұсынасың. Нью-Йорктың Манхэттен деген кішкентай арал бар, Нью-Йоркта орталығында, сода Уолл-стритта орналасқан жаңағы көп маркет-мейкерстер бар. Сол жақта маркет-мейкерс деп айтамыз. Қазақша айтқан кезде stock exchange деп айтамыз. Қазақша айтқан кезде биржа қоры. Сол биржа қорында орналасқан жаңағы маркет-мейкерстер. Осыларға өзінің IPO компаниясын ұсыну арқылы бұлар шерлерін сатып алады деген сөз. Ал бұл жерде егер компания үлкен болған болса, ол қайтеді Талғат бірнеше жаңағындай осындай инвестмент банк деп тағы да айтады, инвестмент банкалар. Оның ар жағында әрине банкалар тұр, оның барлығын трак жасап отырған. Осылар арқылы қайтеді IPO жасау мүмкін. Ал Талғаттың компаниясы кішкентай болғандықтан мүмкін бір ғана сондай маркет-мейкерс керектені мүмкін. Ал бұл жерде болған кезде көп атақты маркет-мейкерстарға болғанда NASDAQ, жаңа New York Stock Exchange, ARCA, Chicago Stock Exchange деген сияқты, JP Stanley деген болғанда investment bank. Осылардың барлығы негізінде болғанда маркет-мейкерстар. Енді JP Stanley деген мысалы investment bank маркет-мейкерсқа енді бұл IPO жасап жатыр деп ойлайық. Сосын JP Stanley қажет дегенде бұл Талғаттың компаниясын құнын есептейді деген сөз. Талғаттың компаниясы қаншаға татиды деген біріншіден. Екіншіден болған кезде қанша шер шығарамыз, және де шердің бағасы қанша, жаңа Талғаттың енді сатқай отырған проценті қанша деген есептейді деген сөз. Талғаттың компаниясын $100 миллион есептеді деп ойлайық. Егер Талғаттың компаниясы $100 миллион есептелетін болса, Талғат оның 10%-ін ғана сатқалы отыр деп есептейді қоғамға, қалған 90%-ін өзінде қалдырғалы отыр. Енді Талғат қайтеді деген кезде жаңағы 10% қанша? $10 миллион дейміз. $10 миллион Талғат ары қарай жалғастырып табу үшін бұл жерде 1 миллион шерді, әрбір шер бір штук, шер деп айтып отырған акция, акция дегеніміз шер. Ағылшынша шер дейміз, қазақша болғанда енді акция, қазақша орысша акция. Бұл жерде әрбір шеріміз $10 болғандықтан енді 1 миллион шерді $10 жаңағы сыртқа шығарып жатыр деп ойлайық, халыққа таратып жатыр. Қоғамға ұсынып тұр деген сөз, таратып дегенде ұсынып жатыр деген сөз. Енді сіз 1 миллион шерді $10-мен көбейтіп болсаңыз, $10 миллион шығады деген сөз. Сонда компаниясы болғанда $100 миллион татып тұр, бірақ компаниясының 10%-ін ғана бұл қоғамға ұсынып жатыр деген сөз. $10 миллион қоғамға ұсынып жатыр деген сөз. 10 миллион шерді әрбір акцияны $10 қоғамға ұсынып жатыр деген сөз. Осы жерден
талғат қайтеді дегенде жаңағы Нью-Йорк Stock Exchange, жаңағы Nasdaq достардың барлығы орналасқан қор биржасы арқылы қоғамға таратады деген сөз. Жалпы болғанда IPO деген нәрсе 1990 жылдан бастап алғаш рет шыққан. Бұл өте қазіргі заманда компаниялардың барлығы жалпы үлкен компания болу үшін IPO-ды керектенеді. Жалпы біз қандай бір компания үлкейу үшін біз қайтеміз дегенде осы IPO ашу арқылы біз ары қарай қоғамға шерімізді ұсына аламыз. Жалпы дүниежүзінің қай елінен де жалпы стокыңды, ақшаңды инвестмент жасай алуыңа болады. Және де егер сенде кішкентай компания болса, егер сен IPO ашуыңа болады деген сөз. Ол енді әрбір елдің өзінің stock exchange'si бар, соның өзінің елінің stock exchange'сіне барып ашады деген сөз. Немесе үлкен компаниялар қайтады. Мысалы, Американың сток маркетіне келіп IPO ашып жатады. Мысалы, қазір дүниежүзінің Alibaba деген Қытайдың компаниясы, NIO деген Қытайдың Tesla сияқты электронды компаниясы деген сияқты үлкен компаниялардың көбі қазір Американың сток маркетінде, жалпы биржа қорында жалпы жасалынады деген сөз. Неге дегенде Американың сток қоры дүниежүзінде ең үлкен компаниялар жасайды. Жалпы соңғы кезде IPO арқылы өсіп үлкейіп жатқан компаниялар өте көп. Жалпы болғанда IPO туралы болғанда бүгінгі видеомыз негізінде осындай жақсы информация алды деген үміттемін. Егер толығырақ ары қарай жалғастырғыларыңыз келсе, subscribe жасаймыз. Күнделікті осындай видеолар салып тұруға тырысамыз сіздерге, және де біздің Instagram, жаңа сабақ алуға арналған веб-сайттарымыз барлығы астында линктер салынды. Содан толығырақ информация алуларыңызға болады. Келесі видеода кездескенше, peace.